ютубтар құйысқан тиктокерлер дәл қазіргі таңда мені өздері батылға шақырған жайлары бар, екі пиала шайлары бар. Осы орайда менің әріптесім алаяқ Мапоқ не дейді екен? Мапоқ. Тыңдап тұрмын, Жасұлан. Сен тек тыңдап тұра бер, ары қалай өзім жалғастыра берейін. Нөмір сұраған Мапоқ дәл қазір менің бопсалап айыптап жатқан жайы бар, қолында екі пиала шай бар. Осы орайда шай тастамайсың ба? Шай суып қалды. Ош, Келді, міне Амондар үйіне кіріп келді, дәл қазір Мапоқты алып кетем екен. Алаяқты іс үстінде оқиға орнында ұстайтын дәл қазір бірге қарайтын боламыз. Атам дейді. Но тіпті адам ұрлағанмен қоймай, адамды атымды шығарып жатқан. Действительно. Мен өзім қалып баратынмын. Сен кеміс басқа біреуге жібердің, маған жіберуің өзім онда. қалып баратырсың, оны өзім алайын да тағына. Мапоқ. Ят болды ғой, ешак. Анау лев атты маған, прикинь, жас. Вау! Есе қуасың ба, далбан, анау ренжиді ғой енді, еба. Ұтамын деп тиктоктағы жарыстан алмасқа атқан екен арыстан. Дәл қазір Мапоқ. Бармағын тістеп отыр ғой. Енді не істейтін жайы бар, екі пиала жайы бар дейсің одағы да. Сен қуасың ба? Сен басын жасайын ба? Неге? Біреу тонау. Жоқ, конечно, ерақсың ба? Сен кімдік омайгаттықмен атып отырсың ғой, еба досым. Дүйім жұрттың алдында тонау отырсың ғой біреуді. Қылмыс мынау, қылмыспен жаза деп кірісіп тастады. Мапоқ күшті болып тұр аға. Жоқ. Кім қояда күшті болған. Мапоқ, короче, омайгаттың несін абаған ғой, телефонын ше. Соның несінен маған лев жіберді ғой. Омайгат деген не? Мен түсіндім. Ана бір әйел ма? Омайгат, топ деп айтатын әйел ма? Бар енді оят енді омайгатта. Омайгат. Әлі жатпағансыңдар ма, Пейзес болдым. Естетсіне? Жоқ, алмастан әйел Тонап отыр сендерді. Омайгат. Үйден подарка алып қасады. Достар, мен эфирден шығайын, жақсы. Отыр, омайгат. Эфирге көзін көріп кіруіңді күтеміз. Осы жерде жасок өзің жаңа журналист құсап омайгатқа грамотно түсіндіріп бергенге. Не болған? Тамады тынбай жанардан жасым, шарадай болды шақшадай басым. Ойнап күлген күндерің қайда, сауық сайрам түндерің қайда. Кезіндегі ойнап күліп жүрген Мапоқ дәл қазір оңбай таяқ жейтіннің аяқ астында тұр. Неге? Себебі кезіндегі жақсы Мапоқ қазір жаман Мапоққа айналуына бір-ақ қадам. Сен кәдімгі өздерің подарка жіберіп ұтып жатсың, әділетсіз. Осылай Қазақстан қалай дамиды? Натуре жіберіп жатыр жасок ма? Ертең қайтадан звондап тұрап тұрмасын. Ит келді маған. Құдай жаны. Көтенмен бет қашып кетті. Мапоқ қой жіберіп жатқан. Мапоқ? Мапоқ молодец. Мапоқты ұнатып қалғам ше. Молодец. Жібере бер. Ұрлық қатысшы. Банкты ұна десең. Сотталып кетті бір шеттік сеңші. Мапоқ, құмашы досымен еба ят қой. Ят болады, құмашеш, неге ұрлап атсың? Ладно, жібере бер болды. Нұрсұлтан, рахмет. Осы ертең қайтар деп тұрмасын? Сол айтам, брат, саған кеше күшік жіберіп едік қой, сол күшікті есі сұрап отыр деп отмайдар.